Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін шабдалыдан варенье дайындайтын боламыз. Бірақ осы жасалу жолмен кез келген жемістен варенье дайындасаңыз болады. Шабдалыны тазалап жуып, дәндерінен ажыратып алып, таразыға өлшеп аламыз. Менде 1 килограмм 800 грамм шабдалы, қантты да 1/1 ғып саламыз. 1 килограмм 800 грамм қант салдым. Егер сіздің жемісіңіз қышқыл болса, тағы да 500 граммнан көп немесе аз қант салыңыз. Өйткені қанты аз болса, банкіңіз атылып кетуі мүмкін. Кез келген вареньенің қанты аз болуға болмайды. Ең бірінші сиробын дайындап аламыз. Отқа қоятын ыдысымызға қантты салып, үстінен 500 грамм суымызды құйып, қант ерігенше отқа қоямыз. Оттың асты орташа болсын, жабысып күйіп кетпеу үшін қозғап тұрамыз. Қант ерігеннен кейін шабдалыны асықпай саламыз. Шамалы уақыттан кейін қайнайды, көбігі шығады. Көбігін алсаңыз да, алмасаңыз да болады. Оның зияны жоқ, кейін таралып кетеді. Осылай қайнап бастаған уақытта астын өшіріп 1,5-2 сағатқа қоя тұрамыз. Суиды, суығаннан кейін қайта отқа қойып 10 минуттай қайнатамыз. Жеміс толық пісуі қажет. Банкінің қақпақтарын ыстық суда 5 минут қайнатып алдым. Банкінің өзін мантабаркіге қойып булап алдым. Шабдалы вареньесін ыстықтай кезінде банкіге құйып шығамыз. Ыстығы басылып қалғаннан кейін құюға болмайды. Ыстықтай кезінде құйғаныңыз жақсы. Банкінің қақпағын жауып, банкі жабатын закрывашкамен жауып шығамыз. Банкіні төңкеріп қойып, одеялмен ораймыз. Сол жылы одеялда 24 сағат тұрса жақсы болады. Сонда банкілеріңіз атылмайды. Дәл осы әдіспен дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Астарыңыз дәмді болсын, әрқашан дастархандарыңыз дәмге толы болсын.